Армысыздар! Мектебіміздің жанынан ашылған Алпыслаев ТВ телеарнасы Халықпен бірге айдары өз жұмысын бастайды. Мектеп онлайн режимге оқу көшкендіктен қиыншылықтар болды ма? Үйімде мұғалім келінім бар, сондықтан да өзімнің оқытатын бір немере балам бар. Ешқандай біз өзіміздің жанұям үшін ешқандай қиындық көргеніміз жоқ. Бөтен басқа да оқушы балалардан сұрастырғанда осы там Ситиде мына екінші микрорайон ба, сонда ешқандай қиындық көрдік деп атқан ешкімді естігенім жоқ. Бәрінде де интернет бар, жаңа телефондары бар, қазір заманауи оқып жатыр. Жалпы мектептің білім беру жағдайы жақсы. 5-ші классқа көшті балам. Жақсы оқиды. Ардақ деген апай берді, Райса деген апай берді. Жақсы. Өтен ешқандай жаманшылығын көргенім жоқ. Балаларды ұйымдастыру жөнінде сурет салуға қатысты үйірмесіне одан орын алды менің балам. Бірінші орын. Өтен енді қандай не айтам? Барлығы жақсы. Мектеп директоры жаңа Тәжімешев Амантайұлы жақсы басқарады. Оның жаңағы класс жетекшілері жөнінде, немене завучтар жөнінде олар да жақсы. Өз басым ешқандай жаманшылық көргенім жоқ. Бөтен ешнәрсе айта алмаймын. Мектептің алғашқы табалдырығын аттап жатқан оқушыларымыз бар. Соларға қандай не бере аласыз? Ақыл немесе? Биылғы оқу жылына алғашқы қадам аттайтын оқушылар өте жақсы білімді болсын. Осы еліміздегі мынандай қиындық жағдай өзі алыстап кетсін. Барлық ауызбіршілікте Қазақстанымыз жақсы білімді балаларды жақсы тәрбиелеп шығуға атсалыссын. Жақсы, рахмет жауаптарыңызға. Сау болыңыз. Сендерге де рахмет, жас тілшілер. Саламатсыз ба? Біз мектебіміздің жанынан ашылған Алпыслаев ТВ телеарнасының жас тілшілері едік. Сізге арналған азын-аулақ сұрақтарымыз бар еді. Осы сұрақтарға жауап беруге дайынсыз ба? Әрине дайынмын. Білім нәрмен сусындау дегенді қалай түсінесіз? Өз ойыңызды білдірсеңіз. Енді білім деген мен бұрынғы мұғалім ретінде, бұрынғы тәрбиеші ретінде айтсам, білім жалпы қазіргі жас ұрпаққа да, балдарға да барлығына керек. Өмірдің өзі бір дамыған сәт қой. Сол өмірдің дамуына қарай, жаңалықтардың көп болуына қарай, қазіргі жастар бұрынғыдан да білімді болу керек деп есептеймін. Білім деген ол тек бағаға оқу емес, білім жалпы миыңа түйіп, жалпы оқи білу. Сонымен бірге жаңағы тек қана мектепте емес, әрі қарай өз білімін дамытып, институттан бөлек жаңағы магистратура, докторантура дегенді оқуға талпыну керек жастар. Тек қана Қазақстанның көлемінде емес, басқа шетел мемлекеттеріне шығып оқуға талпыну керек. Қазіргі таңда енді негізінен шетелге шығып оқып отырған жастар, олар өте білімді жастар деп ойлаймын. Солардың бірі мынау астаналық журналист Назира Байырбек деген. Ол қазір 35-тен асқан, 37-ге келіп қалған қыз бала. Өзінің жолдасы Мұрат екеуі 5 баланы тәрбиелей отырып, болашақ арқылы Нью-Йоркта уже оқып жатыр. Біздің Қазақстанда дәл осындай Назира сияқты өз білімдерімен оқып, білім алып, сусындап шетелден. Одан кейін келіп, елімізді көркендетуге қатысатын жастар көбейсін деймін. Білім нәрі деген осы деп ойлаймын енді.